Барлықтарыңызға қайырлы күн, достар. Бүгін мен сіздерге жаздың ыстық күнінде үйге шөлдеп келген кезде тез дайындала қоятын қарбыздан жасалатын сусынды көрсетемін. Ең алдымен бізге тоңазытқышта салқындатылған қарбыз қажет. Оны екі бөлікке бөліп, сосын тағы да екі бөлікке бөліп, ұсақ кесіктерге кесіп ыдысқа салып аламыз. Сосын оны блендердің көмегімен сусынға айналдыратын боламыз. Қарбызымыз дайын болды. Енді блендерге қарбыздың жарты бөлігін салып, үстіне шекер қосамыз. Шекерді қалауларыңыз бойынша қоссаңыздар да, қоспасаңыздар да болады. Енді осылай сетканың көмегімен сусынымызды ыдысымызға құямыз. Өздеріңіз білесіздер, қарбыздың арасында дәнегі болғандықтан осылай сеткадан өткізіп алған дұрыс. Қалған қарбызды және де мен бір апельсин қостым. Сіздер апельсиннің орнына бір лимонның сығындысын қоссаңыздар болады. Біздің сусынымыз дайын болып қалды. Өздеріңіз көргендей 5 минутта тез дайын бола қоятын салқындатылған сусын үй ішіңізге жасап беріп қуансаңыздар болады. Ас болсын, сау болыңыздар.